Сәлем достар! Жаңа 6-шы тарау заттардың тасымалдану деген тарау бастаймыз. Енді сол тараудың ішіндегі бір кішкентай тақырыпшасы сабақ пен тамырдың ішкі құрылысымен танысайық. Олай болса, өсімдік мүшелерімен алдымен танысып алайық. Енді қараңыздар. Жалпы өсімдіктің жер үсті және жер асты мүшелері болады. Мысалы, жер деп қарастыратын болсақ, жер асты мүшелеріне бірінші тамыр жатады. Бұнымен біз екінші рет танысатын боламыз. Екінші сабақ, одан кейін жеміс, үшінші жеміс, тамыр, сабақ, жапырақ, ең басты мүше, және бесінші тұрған ол гүл. Енді осы мүшелерді оқушылар, жалпы біз генеративті және вегетативті мүшелер деп бөлеміз. Генеративті мүшелер ол көбеюге қатысады. Сонда мына жерде 5, 3, гүл, жеміс, тұқым, тағы да қосатын болсақ, аналық, аталық дегендеріміздің барлығы бізде өсімдіктің көбеюіне қатысады екен. Ал вегетативті мүшелер ол өсімді. Тамыр, сабақ, жапырақ жатады. Сонда 1 деген номер, 2 деген номер және 4 деген номер, сол сияқты өркен, бүршік деген сөздерді де қосуымызға болады. Яғни жапырақ мен бүршігі бар, бұтақтанбаған жас сабақ ол бізде өркен деп аталады екен. Енді осының ішінде біз сіздермен алдыңғы тарауда, қоректену деген тарауды өткен кезде біз сіздермен жапырақтың құрылысымен таныстық. Енді қазіргі өтейін деп отырған тақырыбымыз біздің сабақ. Одан кейін біз тамырды қарастыратын боламыз. Сабақтың қызметі қандай? Сабақ ол жер асты және жер үсті мүшелерді байланыстыру қызметін атқарады. Сабақ арқылы қоректік және минералды заттар қозғалады. Солай ғой. Және сабаққа не бекейді? Сабаққа жапырақ бекейді, жеміс бекейді, гүл бекейді. Міне осындай қызметтерді сабақ атқарады екен. Енді сабақтың ішкі құрылысымен танысайық, немесе оны біз не деп айтамыз? Ішкі құрылысын сабақтың көлденең кесіндісі, сабақтың көлденең кесіндісі немесе анатомиялық құрылысы деп айтамыз. Анатомиялық құрылысы. Анатомиялық құрылысы. Сіздер өміріңізде кескен ағашты көрген болатынсыздар, көрсеңіздер, енді қараңыздар, мынау сабақтың сыртқы қабатын біз қабық деп айтамыз. Қабық. Қабық бұл ең сыртқы қабат. Ұмытпаңыздар. Қабықтың өзі өң, тоз, тін деген қабаттардан тұрады. Оны қазір оң жақтағы суреттен біз дұрыстап қарайтын боламыз. Енді тура мына қабықтан кейін, мына жерде орналасқан білінер білінбес, оны ағаштарды кескен кезде сақина түрінде көрініп тұратын бізде екінші ол камби қабат. Камби. Жылдық шеңберлер немесе сақиналар орналасқан ол ағаш діңін жуандатады. Одан кейін міне ағаш діңінің едәуір бөлігін алып жатқан, міне көбірек бөлігін алып жатқан ол бізде үшінші қабат, ол сүрек қабаты. Сүрек арқылы көбінесе су тасымалданады. Ағаш діңінің су өткізгіш бөлігі деп сондықтан айтамыз. Ал мына ортасында тұрған дөңгелек болып көріп тұрсыздар ғой, тура ортаңғы бөлігі, яғни сабақтың ортаңғы қабаты дейтін болса, онда ол бізде не болады? 4. Ол бізде өзек болады. Өзек. Енді осы қабық, камби, сүрек өзектердің қызметін біз мына жерде мысалға барлығының қызметі былай араласып берілген. Сондықтан да біз осыны тауып алуға тырысайық енді. Енді мына ішкі анатомиялық құрылысына қарайық, мына микроскоппен қаралғандағы сурет. Енді осы жерге қазір қабық, камби және сүрек өзектерді алып келейік. Ең бірінші мынау тұрған, міне қараңыздар, мынау түсініп тұрсыздар, ең оңайынан бастап көрейік біз, мысалға тура осы суретпен байланыстырып алатын болсақ, міне мына жаққа келетін болсақ, мынау бізде өзек. Өзек. Өзектен кейін мынаның барлығы мынау тұрған бізде не болды? Сүрек болады. Сүректі көріп тұрсыздар. Одан кейін қарайық. Мынау жақта тұрған мынау тоз,
Одан кейін мынау бізде тін қабаты, мынау тұрған бізде өң қабаты. Енді мынау бізде тұрған бұл жасым ақша. Жасым ақша көбінесе негізі тозда орналасады. Жасым ақша. Әрі қарай қарайтын болсақ, мынау сүректегі, яғни елек тәрізді түтікшелер деп айтамыз мыналарды. Ол бізге қазір қатысты болмай тұр. Главный мынаның барлығы сонда өң, тоз, тін бірігіп алады да бізде нені құрайды? Қабықты құрайды. Ал сонда бізде бір қабат қалып кетті. Міне мынау тұрған қабат, ол бізде не болады? Камби болады. Камби. Енді бірінші мына жердегі тұрған неден бастайық, сөйлемнен қайсысы қандай қабатқа сәйкес екендігін. Енді қараңыз, жабын ұлпа дейді. Жабын ұлпа ол өзі түсінікті, эпидермис. Сонда ол бізге не болады? Қабық болады. Қабыққа қатысты қабық жабын ұлпадан тұрып, сыртқы қорғаныш қызмет атқарады балалар. Ары қарай кеттік. Сабақтың негізгі қабаты, негізгі қабат дегеніміз, яғни көп бөлікті алып жатқан міне, ең қатты қабат деп айтуымызға болады. Су мүлдем жоқ деп айтуға болады бұл жерде. Осы сүрек қабатынан жиһаз жасалады негіз. Сондықтан сабақтың негізгі қабаты бізде сүрек болады. Сүрек. Ары қарай кеттік. Қор жинау. Қоректік заттарды қорға жинайтын, сіздер білесіздер, ол сәбізде жақсырақ көрінеді, қызылшаларда дұрыстап көрінеді. Ол қор жинайтын, бізде мына жерге қоректік заттарды қорға жинайтын, бұл өзек қабаты. Өзек. Енді жасымықша тыныс алуға қатысады дейді. Жасымықша мені тыныс алуға қатысады. Негізі жасымықша тозда орналасқан, жалпы бұны біз қабық деп жауап беруімізге болады. Қабық. Қабық. Ары қарай кеттік. Ксилема орналасқан. Ксилема ол ағаш діңінің су өткізгіш бөлігі, яғни минералды заттарды, тұздарды өткізеді. Сондықтан бұл қай қабат мені? Қараңыздар, мына тұрған мені тіпті мынау тін талшықтарынан мына жаққа келіп, мынау сүрекке, камбиге дейін өтіп кетеді екен, мені көріп тұрсыздар. Ағаш діңінің су өткізгіш бөлігі, ксилема ол бізде неге қатысты екен? Сүрекке қатысты. Ары қарай кеттік. Едәуір жұмсақ, ол бізде оқушылар өзек болады. Едәуір қатты болған кезде өте қаттырек, ол сүрек болатын болса, жұмсақ ол өзек болады. Так, флоема орналасқан қабат, ол міне мынау, тін талшықтары деп айтамыз, флоема, тін. Өткен тін деп отырғанымыз міне мынау, ал сол тін талшықтары былай қарай битіп не істейді екен? Төменге қарай түсіп, камбиге қарай, сүрекке қарай, сүректің бойымен жүре береді екен. Сондықтан тін талшықтары ол флоема орналасады, ол тін талшықтары болады. Ары қарай сабақтың жуандап өсуі. Сабақтың жуандап өсуі ол камбиге байланысты, яғни қараңыздар, мысалға мынандай жуандығы осындай ағаш болатын болса, мысалға бір сақина, екі сақина, үш сақина жыл сайын өстіп не істей береді, жуандай береді. Сондықтан сабақтың жуандап қалыңдап өсуі ол камбиге байланысты. Өйткені камби қабаты ол көбінесе түзуші ұлпаның жасушаларынан тұрады. Ары қарай кеттік. Негізі өлі жасушалардан тұратын, ол бізде мынау сүрек қабаты. Өйткені ол қатты болуының себебі де осы өлі жасушалардан тұратындығына байланысты. Түзуші ұлпа жаңа ғана айттым, не қабатқа байланысты? Камбиге қатысты, камби. Тоз және тіннен құралған, міне көріп тұрсыз, тоз және тіннен құралған, ол бізде қандай? Қабық қабаты екен. Осылайша балалар, сіздер сабақтың ішкі құрылысының қызметтерін ажыратып білдіңіздер. Енді ары қарай кеттік біз. Осы ағаш діңінің су өткізгіш бөлігі сүрекке қатысты ақпараттарды толықтырып кететін болсақ, жаңа сүректе білесіздер, басқаша ол жақта не орналасқан дедік? Ксилема орналасқан дедік, су өткізгіш бөлік деп. Енді қараңыз, жалпы судың тасымалдануы, жалпы жер астындағы жердің тартылыс күшін жойып, ең алдымен су молекулалары, H2O, бір-бірін тарту керек, су молекулалары, мысалы, былай деп түсіндірейін мен сіздерге, қараңыз. Су молекулалары жердің тартылыс күшін жеңіп, яғни бір-бірін тартатын болса, оны когезия деп айтамыз. Осыны біліңіздер, 10-шы сыныптың кітабында бар бұл когезия. Міне сонда, мына жерде тұрған процесс оқушылар, мынау когезия. Су молекулалары қазір бір-бірін тартып жатыр, әлі ол сабаққа жеткен жоқ, әлі ол тамырда. Енді сабаққа жетіп, міне сабақтың қабырғасы, міне қазір электронды микроскоппен қарағандағы суретін көріп тұрсыз, мынау H2O, мынау H, міне H, мынау оттегі, ортада.
Міне, енді су молекулалары бір-бірін тартқаннан кейін ол мынау тұрған мына ксилеманың қабырғасына қарай тартылу керек. Енді мына суреттен қараңыз, міне H2O-ның өзі міне мынау дегеніміз бізде ксилема. Ксилеманың қабырғасына осылай тартылатын болса, міне көріп тұрсыздар, сіздерге мультяжный вариантпен әдейілеп бердік, тез естеріңізге сақтау үшін. Ксилеманың қабырғасына тартылатын болса, онда біз оны не деп айтады екенбіз? Адгезия деп айтады екенбіз, балалар. Ары қарай кеттік. Келесі, енді ксилема, флоема деген сөздер өзі қатар жүреді, білесіздер. Біз бұны жоғары саттағы өсімдіктердің тасымалданушы ұлпалар деген тақырыпты өткен кезде толықтай түсеміз. Әзірге ксилема бойынша судың тасымалданатындығын білдік, ал флоема бойынша не тасымалданады десеңіздер, қараңызшы, міне. Флоема мына сырт жағында тұр. Мына неге жақын орналасып тұр? Бізде флоема қабыққа жақын орналасып тұр, иә. Ксилемаңыз мына жаққа қарай неге жақын орналасып тұр? Мынау өзекке қарай орналасып тұр. Енді флоема арқылы қараңыз, флоема арқылы тасымалданатын заттар мынаны бар ғой. Мына қайықта әйел адам отыр, иә, көріп тұрсыз, иә. Осыны флоема деп ойлаңызшы, мынау нені, лодканы, иә. Қайықпен қандай заттарды алып келе жатыр, иә, міне. Қандай заттарды? Кілең, жеміс жидектерді алып келе жатыр, иә, міне. Банан, груша, алша, жаңағы арбуз деген сияқты. Бұлардың барлығы жеміс жидектер, ал сіздер білесіздер, жеміс жидектердің құрамында не көп болады? Бізде көмірсулар көп болады. Ал көмірсу дегеніміз ол бізде органикалық зат, немесе көмірсулардың яғни өкілі дисахарид, сахароза. Сонда флоема арқылы көбінесе жер үсті мүшелерден, жер үсті болған кезде неден? Жапырақтан, иә, жапырақтан тамырға қарай, иә, флоема, міне. Жапырақта түзілген органикалық зат тамырға сабақ арқылы осы флоеманың бойымен оқушылар қозғалады екен. А флоема деген жаңа неде орналасқан дедік біз, иә, тін талшықтары. Так, ары қарай кеттік. Сонда флоема бойынша тасымалданатын заттардың 80% негізі сахарозаны құрайды екен. Ары қарай кеттік. Енді тамыр туралы айтайық. Тамыр да сіздер білетін болсаңыздар, өсімдіктің вегетативті жер асты мүшесі. Енді тамырдың қызметі. Тамыр өсімдікті топыраққа берік орнықтырады. Оны білесіздер, иә. Тамыр болмаса өсімдік мындай жұлынып кетуі мүмкін. Тамыр топырақтан минералды заттарды сіңіреді. Оны білесіз. Тамыр қор жинау қызметін атқарады, қоректік қор жинау қызметін атқарады, иә. Міне, және ол оның өсімді мүшесі. Тамыр осындай бірнеше қызметтерді атқарады екен. Олай болса, жалпы тамырдың шығу тегіне тоқталайық, және тамыр жүйесіне тоқталайық. Енді қараңыз, шығу тегіне қарай тамыр үшке бөлінеді. Міне, үшке бөлінеді. Ең бірінші, мынау 1 деген номермен тұрған, ол бізде негізгі тамыр. Негізгі тамыр. Негізгі тамыр неден пайда болады десеңіз, мынау тұқым ғой бізде, иә, мынау тұқым. Міне, жарайды, қос жарнақты болсын, дара жарнақты болсын, әйтеуір тұқым екеуінде де бар. Міне, мынау қос жарнақты тұқым. Тұқымның ұрығын көріп тұрсыз ғой, мына жерде ұрық деп айтамыз. Тұқымның негізгі бөлігі ұрық. Тұқымның ұрығының мына кішкентай тұрған мындай ұрық тамыршасынан тамыр пайда болады екен. Көріп тұрсыз, тұқымның ұрық тамыршасынан негізгі қандай тамыр? Негізгі тамыр өстіп дамиды. Одан кейін тамырдан ары қарай тармақталып, сабақ, жапырақ дегендер өсіп шыға береді. Сондықтан негізгі тамырды ұмытпаңыздар. Неден пайда болды? Тұқымның ұрық тамыршасынан негізгі тамыр пайда болды. Бір өсімдікте бір негізгі тамыр болады. Ары қарай кеттік, енді келесі, мына 3 деген номермен тұрған негізгі тамырдың жан-жағынан тармақталып шығатын болса, онда оны біз жанама тамыр деп айтамыз. Жанама тамыр қайдан дамиды? Негізгі тамырдың жан-жағынан дамиды, және оның саны бірнеше болуы мүмкін бір өсімдікте. Ары қарай кеттік, енді 2 деген номермен тұрған тамырға қарайық. Ол бізде, қараңыздар, сабақтан тұр, иә? Мынау бізде жер, иә, топырақ. Топырақтың үстіңгі қабатында сабақтан дамып тұр. Қажет болса, жапырақтан да дами алады. Өсімдіктің түріне байланысты. Бұл бізде қосалқы тамыр. Қосалқы тамыр ол сабақтан дами алады, және жапырақтан да дами алатын тамырды біз қосалқы тамыр деп айтады екенбіз. Олай болса, біз шығу тегіне қарай тамырдың қазір 3 түрмен таныстық. Енді тамырдың түрлеріне тоқталайық, және тамыр жүйесіне тоқталайық. Тамыр жүйесі деп отырғанымыз бір өсімдікте болатын әр түрлі тамырлардың жиынтығы. Сіздер шығу тегіне қарай тамыр мен тамыр жүйесін шатастырмаңыздар. Тамыр жүйесінің бізде 2 түрі бар, ол бізде кіндік тамырлар және шашақ тамырлар. Кіндік тамыр және шашақ тамыр.
Енді мына суретке назар аударайық, қараңыздар. Мына жерде сәбіз тұр. Қызылша тұр, ақ қылша тұр, редькаларыңыз тұр, тарна тұр, шомыр, редиска дегендер тұр, бұлардың барлығы. Бұлардың барлығы оқушылар негізгі тамырына қоректік заттарды жинап алған тамырдың түрі өзгерісі, бұлар жем тамырлар деп аталады. Жем тамырды көріп тұрсыз, қандай тамырына, негізгі тамырына қоректік заттарды жинады. Мысалға біз сәбізді бір жұлып алған кезде бір сәбіз шығады, жапырағынан қызылшаны суырып алатын болсақ, бір қызылша шығады. Ал неге картопты суыратын болсақ, солай бірнеше картоп аламыз. Өйткені картоп мына жанама тамырларына да қоректік заттарды жинайтындықтан, біз бір картопты алатын болсақ, бірнеше, яғни бір картоптың жаңағы сабағын суырып алатын болсақ, 10 шақты 5-6 картоптың түйнегін алатындығымыз сондықтан. Негізі бұл жем тамырлар да, түйнек тамырлар да тамырдың метаморфозына мысал бола алады. Осылайша сіздер білдіңіздер, жем тамырлы өсімдіктерге шомыр, тарна, сәбіз, қызылша деген өсімдіктер жатады екен. Енді бұлар негізі кіндік тамырға да мысал бола алады. Енді қараңыздар. Мына екі өсімдіктің тамырын салыстырайық. Мына бізде астық тұқымдас өсімдік, ал мына бізде бұршақ, ас бұршақ. Енді қараңызшы, мысалға мына жерден негізгі тамырын ажырату қиын, бір деген суреттен. Болмаса, мынау суреттер, және мынаның барлығы жаңағы жоғарыдағы екі деген суретке ұқсас. Негізгі тамырын көріп тұрсыздар ма? Негізгі тамыры әлсіз жетілген, немесе жетілмейтін өсімдіктерді біз шашақ тамырлы өсімдіктер деп айтамыз. Ұмытпаңыз, шашақ тамыр негізгі тамыры әлсіз, немесе негізгі тамыры мүлдем болмаса. Ол қандай өсімдіктер? Астық тұқымдастардың барлығы 100% осы шашақ тамырлы өсімдіктерге мысал бола алады. Және де сонымен қатар астық тұқымдастардан бөлек тағы қандай өсімдіктер дейтін болсаңыздар, шашақ тамырлы өсімдіктерге, мысалға қандай өсімдіктерді айтуға болады шашақ тамырлы өсімдіктерге? Көбінесе дара жарнақты өсімдіктердің көбісі осы шашақ тамырлы өсімдіктерге мысал бола алады. Енді қараңыздар, мынау бізде 2 деген номермен тұрған бұл кіндік тамырлы. Кіндік тамырлы өсімдіктердің негізгі тамыры өте күшті жетіледі. Қараңызшы, негізгі тамыры әдемі, өте жақсы жетілген, білініп, айқын білініп тұр. Мысалы, мына жерде де қызылшанда негізгі тамырына қоректік қорзатын жинап алған. Болмаса сәбіздікін қарайық, екеуі жем тамыр болып тұр. Болмаса мына өсімдікте бұл енді жем тамырға жатпайды, әрине, қарапайым өсімдік. Мысалға бұл не болуы мүмкін? Күнбағыс болуы мүмкін, тағы өздеріңіз көріп отқан мысалға асқабақ болуы мүмкін. Асқабақ, күнбағыс, тағы не деп айттық? Бұршақ, ас бұршақ, қауын, қарбыз, осы өсімдіктердің барлығы жалпы қос жарнақты өсімдіктердің көбісі осы кіндік тамырлы өсімдіктерге мысал бола алады екен. Олай болса тамыр жүйесі дейтін болса, сіздер шашақ және кіндік тамыр деп айтасыздар. Осы тамыр жүйесі туралы біз сіздермен жүйелеу деген тарауда тоқталған болатынбыз, соны бір естеріңізге түсіріп қойыңыздар. Олай болса біз сіздермен оқушылар тамыр туралы аяқтадық. Тамырдың несі, тамыр жүйесі туралы және тамырдың шығу тегіне қарай тамыр түрлерін аяқтадық. Енді олай болса тамырдың аймақтарына қарай көшейік. Тамырдың аймақтары ол оның бойлық кесіндісінен көре аламыз біз оны. Бойлық кесінді. Енді қараңыз, бойлық кесінді мен көлденең кесінді деген не? Мысалға қараңыздаршы, мынаны өсімдік деп алатын болсақ, мысалы, осыны былайынан көлденеңінен былай кесіп жіберетін болсақ, былай, ол көлденең кесінді болады. Ал егер былай ұзынынан кесетін болсақ, онда ол бойлық кесінді болады екен. Енді қара, тамырдың аймақтарын біз бойлық кесіндісінен көре алады екенбіз, яғни былай тігінен кеседі екенбіз. Ал анатомиялық ішкі құрылысын оны көлденең кесу арқылы анықтай аламыз. Олай болса, тамырдың аймақтары деген кезде сіздер тамыр оймақшасы, бөліну, өсу, сору, өткізу деген аймақтарды білулеріңіз керек. Енді қарайық, тамырдың бөлімдері осындай аймақтардан тұрады. Енді мен сіздерді тез оңай есте сақтау үшін мынандай вариант ұсынамын. Тамыр оймақшасына сіздер 0 деген номер салып қойыңыздар. Бөліну аймағы 1 болсын. Өсу 2, 3,
4. Енді қараңыз, неге мен 0-ден бастадым, неге санауды 0-ден бастап тұрмын? Өйткені ұбт-да сұрақ болады, осыдан 2017, 18, 19, 20, 21, 22 жылғы ұбт-лардың барлығында осы сұрақ болды, тамыр бөліміне кірмейтін аймақты белгіле. Тамыр аймақтары немесе кей кезде тамыр бөлімдері деп те береді. Тамыр бөлімдері, бөліміне кірмейтін аймақты белгіле дейтін болса, осы тамыр оймақшасын белгілейсіздер. Өйткені тамыр оймақшасын біз көзбен көрмейміз, бірақ сезе аламыз. Сондықтан да ол тамыр бөліміне кірмейтін аймақ болып табылады. Тамыр оймақшасы мына жерде қоңыр суретпен тұр. И одан кейін уже реттік номер қойып қойдым әдейілеп. Сонда бөлінуден кейін орналасқан аймақ дейтін болса, онда ол өсу. Өсуден кейін орналасқан аймақ десе сору. Керісінше тамыр оймақшасын нені қаптап тұрады дейтін болса, сонда бөлу. Бөліну аймағын белгілейсіздер. Мысалға, сорудан кейін орналасқан аймақ десе, кейбіреулер мысалға өсуді белгілеп қоюы мүмкін. Бірақ негізі сіздер өткізуді белгілеулеріңіз керек. Енді тамыр оймақшасының қызметі туралы тоқталайық. Үйлеріңізде оймақ бар ма? Оймақ. Оймақтың не екендігін білмейтін болсаңыздар, оймақ деген мына нәрсе, қарап алыңыздар. Бұрындағы әжелеріміз, енді қазір ешкім соншалықты бір киім тікпейтін шығар, ешкім барлығының қолы бос емес, барлығы занятой. Бірақ бұрындағы әжелеріміз, яғни көрпелерді көктеген кезде, көрпешелерді тіккен кезде осындай осы оймақты пайдаланатын болған. Енді оймақтың мақсаты өздеріңіз көріп тұрсыздар, қолға не жуан ине жуалдыз кіріп кетпес үшін соны былай сұқ саусаққа киіп алып итеретін болған. Сонда сұқ саусақты қорғайтын бір темір тәріздес бір қалқан болып тұр ғой, сонда тамыр оймақшасы да, міне көріп тұрсыздар, тамыр оймақшасы тамырды қорғайды. Тамыр білесіздер, былай тігінен топыраққа еніп өседі. Сонда тамыр оймақшасының қызметі топырақ пен тамыр арасындағы үйкелісті азайту. Жасушалары ылғи да шырышты зат бөліп тұрады. Егер де сондай сілемейлі шырышты зат бөлмейтін болса, онда ол тамыр тігінен өсе алмай қиындыққа ұшырайды. Мысалға, топырақта әртүрлі заттар бар ғой. Топырақ қатты болуы мүмкін, топырақ қышқыл болуы мүмкін, немесе тас болуы мүмкін, бір целлофан тұрып қалуы мүмкін деген сияқты. Түсініп тұрсыздар ғой? Соның барлығынан кедергілерде өтетін осы тамыр оймақшасы шырышты зат бөліп, тамырдың бөліну аймағын қорғап тұрады екен. Енді бөлінуден кейін орналасқан аймақ, көрдіңіздер, тамыр оймақшасынан кейін міне бөліну аймағы орналасқан, одан кейін өсу, сору, өткізу аймақтары. Осы аймақтардың ішіндегі ең ерекше болып тұрған, қараңыздар, ең ерекше аймақ болып тұрған бізде қандай аймақ көздеріңізге түсті? Міне, тамыр түкшелері бар аймақ. Ол сору аймағы, яғни су мен минералдарды соруға көмектеседі, минералды заттарға. И бұл тамыр түкшелері басқа аймақтарда орналаспаған. Бұл жас тамырға тірек қызметін атқарады. Сонымен қатар тамыр түкшелері туралы тағы да қосымша ақпарат біле жүріңіздер. Тамыр түкшелері бұл уақытша, бұл ылғида болмайды, бұл жаңарып түлеп тұратын аймақты осы тамыр түкшелері бар сору аймағы деп белгілейміз. Енді қарайық. Енді мына тамырдың бойлық кесіндісі, яғни тамыр аймақтарын көруге арналған, соның ішіндегі, мысалға, осындай сурет беретін болса, сіздерге контекстік тапсырмада біз тамыр аймақтарын табуды үйренуге. Қараңыздар. Ең бірінші мынау көріп тұрсыздар, бұл тамырдың қандай аймағы? Оймақша. Тамыр оймақшасы осылай орналасады. Тамыр оймақша, мына жерді айтып тұрмыз, міне, осы жерді. И одан кейін бұны 0 деп белгіледік. Одан кейін 1 дегенмен бұл тамыр оймақшасын қорғайтын, яғни тамыр оймақшасы сыртын қорғайтын бөліну аймағы. Одан кейін 2 деген номермен өсу аймағы, жасушалары ылғида бөлінгендіктен тамырды ұзартып өсуге көмектеседі. Міне өсу аймағы. Өсу аймағы негізі өсу аймағын алып тастайтын болса, онда помидорлар сондай плодовитый болып, жақсы болып, жуандап өсуіне көмектеседі. Бұл ботаникада белгілі бір әдіс ретінде қолданылады. Одан кейін 3-ші сору аймағы, міне көріп тұрсыздар, міне бұл жерде тамыр түкшелері бар. Енді мына жақтан да көріп тұрсыздар, мынау бізде ризодерма, немесе сіздердің кітаптарыңызда эпиблема деп берген. Эпиблема. Тамырдың бірінші реттік қабатын біз осылай деп айтады екенбіз. Именно осы эпиблема тек қана қай аймақта орналасады екен? Сору аймағында ғана орналасады. Басқа аймақтарда, оқушылар ұмытпаңыздар, эпиблема орналаспайды мүлдем.
Бұл бірінші реттік қабық. И одан кейін ары қарай кеттік, бөліну, осу, сору. И мына жер бізде не деп аталады екен? Өткізу деп аталады. Өткізу бұл тамырдың аймақтарының 4-ші бөлігі. Енді мына жерде бізде топырақ деп алатын болсақ, уже топырақ деп алатын болсақ, мына жақта уже бізде не сабақ жалғасып тұрады. Уже ойлаңыздар, жапырақ, мына жерде сабағы бар уже. Ары қарай міне гүлді. Енді қараңыз, мына жерде бізде әртүрлі міне сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерді біз тамырдың аймақтарына сәйкестендіруіміз керек. Енді айтып тұр, сорылған заттарды сабаққа өткізеді дейді. Сорылған, міне сорылған заттарды сабаққа өткізіп жіберетін, сонда ол қандай аймақ болады? Ол бізде қандай аймақ? Өткізу аймағына мысал болады. Давайте осыны немен белгілейік біз? Қызылмен белгілейік, Сорылған заттарды өткізетін ол қандай аймақ? Өткізу аймағы. Өткізу аймағы, сору, өсу, бөліну және оймақша дедік. Оймақша. Так, жасушалары ұзарады, жасушалары ұзарып өсетін, ол бізде өсу аймағы. Ары қарай кеттік. Тамыр түкшелері, ол көріп тұрсыздар, міне сору аймағында орналасқан. Мынаның барлығы бізде нелер? Тамыр түкшелері. Тамыр түкшелері. Ары қарай кеттік. Енді жасушалары тез көбейеді, жасушалары тез көбейетін, ол бізде тоже нені белгілей берсеңіздер болады. Так, тамыр түкшелері орналасқан. Жасушалар тез көбейетін, ол бізде тоже бөліну аймағына қатысты орналасқан. Ары қарай су мен минералды заттарды сорады, ол бізде топырақтан сіңіреді, ол бізде сору аймағы, өйткені түкшелері бар болғандықтан. И бөліну аймағынан кейін орналасады дейтін болса, онда оны біз не деп айтады екенбіз? Өсу аймағын белгілейді екенбіз. Түсінікті болды ғой, Осылайша біз тамырдың, яғни несімен таныстық, аймақтармен таныстық. Олай болса балалар, біз келесі сабақта сіздермен тамырдың ішкі құрылысы және де жоғары саттағы өсімдіктердің тасымалдаушы ұлпалары туралы айтатын боламыз.